Қайырлы таң, құрметті көрермен. Алматының дәл орталығындағы мына көше 1957 жылдан бері әйгілі Украина ақыны суретші Тарас Григорьевич Шевченконың есімімен аталады. Кіші Алматы өзенінен басталатын көше ертеректе лагерь көшесі деп аталған. Ұзындығы 5900 метрдей болады. Енді өздеріңізбен бірге осы көше бойымен саяхаттап қайтайық. жылы Украинаның тәуелсіздік алғанына 9 жыл толуына орай Достық даңғылы мен Шевченко көшелерінің қиылысына Тарас Шевченкоға ескерткіш орнатылды. Украинаның Житомир облысында жасалған туындының авторы мүсінші Виталий Рожик. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының мына бас корпусының сәулетшісі Алексей Шосев. Ғимарат 1946 жылы пайдалануға берілген. Сол жылы шілде айында Қазақстан Ғылым Академиясы осы жерде салтанатты түрде ашылды. Ғылым Академиясының тұңғыш президенті болып, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақстандық геология мектебінің негізін салушы академик Қаныш Сәтбаев сайланды. Қазақстан ұлттық ғылым академиясының құрылуы республиканың табиғи ресурстарын неғұрлым толық зерттеуге және пайдалануға, оның экономикасының, ғылымы мен мәдениетінің өркендеп өсуіне кең мүмкіндіктер ашты. Жер қабаттарын зерттеу, химия технологиялық және медицина ғылымдары, қоғамдық гуманитарлық саланың, сондай-ақ ғылыми ұйымдық және халықаралық бөлімшелер жұмыс істеді. Шевченко мен Шоқан Уәлиханов көшелерінің қиылысқан жеріне 1969 жылы зерттеуші ғалымға ескерткіш тұрғызылды. Туындының авторлары мүсінші Хакимжан Наурызбаев пен сәулетші Шота Уәлиханов. Көше бойынан сауда орындары мен түрлі мекемелерді көп кездестіруге болады. Шевченко көшесімен қиылысатын Қонаев және Жароков көшесі аралығына трамвай жолы салынған. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің емханасы мен ауруханасы да осы көшенің бойында орналасқан. Тарихы 1929 жылдан басталатын емдеу орнының бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысып қайтайық. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығының клиникалық ауруханасы отандық денсаулық сақтауды халықаралық деңгейде ұсынатын аса ірі медициналық мекемелердің бірі. Емхана жұмысы 1929 жылы партия қызметкерлеріне жабық түрде медициналық көмек көрсететін кішкентай амбулаториядан басталған еді. Ол кезде тек бір терапевт дәрігер ғана жұмыс істесе, қазіргі кезде емдеу мекемесінің қызметкерлерінің саны 1400-дей. Мұнда 17 бөлімше сырқаттардың сауығып кету үшін қызмет етеді. Көше бойындағы Динамо стадионы 1958 жылы салынған. Спорттағы талай жетістіктердің куәсі болған спорт кешенінің сәулетшісі Шота Уәлиханов. Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы көлік, коммуникация, экономика саласы мамандарын даярлайтын оқу орны. Академияның тарихы Ташкентте орналасқан Орта Азия темір жол көлігі инженерлері институтының Алматыдағы оқу консультациялық пункті ашылған 1931 жылдан бастау алады. 2000 жылы 23 мамырда Қазақ көлік және коммуникациялар академиясына Қазақтан шыққан тұңғыш жол қатынастары инженері, қоғам қайраткері, Түркісіб темір жолының жобасын жасаушылардың бірі Мұхамеджан Тынышпаевтың есімі берілді. Фурманов, Аблайхан, Желтоқсан, Сейфуллин секілді бірнеше көшемен қиылысатын Шевченко көшесі Розбакиев көшесіне жеткенде аяқталады. Біз өздеріңізбен осы жерден қоштасамыз. Жүздескенше аман сау болыңыздар.